Жұмыстың орындалу реті мына жақтан басталады екен. Бәсе біз ары қарата жартысынан қарап алып, апаның басы қайда, басқа жер қайда түсінбей қалғанбыз ғой. Так, 12 сантиметр. Қазір мен ананы сызып алайын. Вот 12 сантиметр өлшеп алдық. Енді келесі. Вот екі шетін ортаңғы сызыққа жеткізіп бүктеп теріс аудар дейді. Аударамыз. Мен ашықты иә. Үшіншісі бүктелген қағаздың ортасына әженің бетінің суретін сал. Вот қисық бетін салдық. Мына карандаш қайда қолданамын десем, оказывается осындай әжелердің бетіне қолданылатын свет екен. Ұқсайды ма? Үшке дейін орындадық. Келесі төртіншісі 9 сантиметр 2 сантиметр қылып тік төртбұрышты қиямыз, потом үшке біріктіріп, біріктірілген жағын артына қаратып кимешектің үстіне кигізіп желімдей дейді. 9-да 2 сантиметр осындай кішкентай ғана лента шығады. Оны 3 сантиметрден осылай істеп алдық. Мына жеріне үшін екенін түсінген жоқпын, но пока осылай белгілеп қойдық. Вот енді осыны аламыз да бойынан бүктейді екенбіз. Потом креммен жабыстырып, сосын бүктелген жағын артына қаратып, әжейдің басына кигіземіз. Қабырғалардың ұзындығы 27 сантиметр, шаршы 2 нүкте бүкте дейді. Так, А4-дің қабырғасының ұзындығы вот 20, почти плюс-минус там 5 миллиметр өлшеп аламыз. Вот 20 сантиметр шаршы қиып алдық. Енді оны осылайынан ортасынан екіге бүктейміз. Дальше бүктелгенде тағы да ровно екіге бүктейміз. Ол мынандай ортасына сызық қалдыру үшін ғана қайтадан ашамыз. Келесі шаг ол жәндегі бүктегенімізді вот осылай үшбұрышқа бояймыз. Үшбұрыштың белгілерін бүгу сызығы бойынша ортасына қарай бүктейді де. Получается, мына үшбұрышты бояй аламыз да дальше бүктеуге кірісеміз. Екі шетін сызық бойымен ортаңғы сызыққа қарай бүкте деді. Бүктесек мынандай шығады. Шыққан пішін келесі бетіне аудар. Вот аудардық. Мынандай бірдеңе шықты. Енді ананың ішіне қарата қайырамыз. Так, мына жерде асты жағында жәндегі шығып тұрған мынандай болған, соны қайырдық. Енді апамыздың басы дайын, кимешегі дайын, мынаған кигіземіз. Осындай қалың апа шықты. Вот, пока боялмаған түрі. Жәндегінде бітіп бөлініп. Мына жерде менде минус, бетін сызған кезде төменірек сызып қойыппын. Жоғарырақ сызған дұрыс екен, потому что анау басындағы кимешекті кигізген кезде беті бөлек, кимешек бөлек тұрып қалды. Сосын осындай шаш сыза салдым. Қайтадан жасауға уақыт та жоқ, желание да жоқ.